Армысыздар, неге каналын тамашалаушылар. Сіздердің назарларыңызға бүгінгі ұсынатын әңгімеміз ұшақта апатқа ұшыраған адамдардың бір-бірінің етін жегендіктері туралы болмақ. Ендеше құлақ салып тыңдайық. Ең бастысы лайк басып, подписаться етуді ұмытпайық. Ендеше кеттік. Бұл оқиға сонау 1972 жылы уругвайлық регвистер командасымен орын алған оқиға болатын. Барлығымыз жетістікке жеткен спортшылардың өмірі қызық деп ойлаймыз. Ақша да, ойында барлығы соларда деп ойлайтын болармыз. Бірақ біз ойлағандай бола бермейтін осы бір оқиға көрсетіп берген еді. Жоғарыда атап өткеніміздей 1972 жылы уругвайлық регвистер командасы ұшақпен басқа қалаға жарысқа қатысу үшін сапар шекпек болады. Команданың арасындағы Нандо есімді спортшы өзімен бірге 19 жасар қарындасы мен анасын да ұшақпен бірге ала кетуді ойлайды. Нандоның ұсынысын айтқанда команда мүшелері де қарсылық танытпайды. Себебі неғұрлым адам көп болса, ақшасы да барлығына теңдей бөлінеді емес пе? Осылайша Уругвайдан ұшпақ болған самолет ауа райының күрт бұзылуына байланысты шағын бір аэропортта бір күн бойы жолаушылармен бірге ауа райының жақсарғанын күтеді. Бірақ ауа райы жуықта түзеле қоймайды. Себебі ол ұшаққа биіктігіне көз жетпейтін Анд тауының үстімен ұшып өту айтарлықтай қауіп төндіретін еді. Осы кезде жергілікті ұшқыштар оларға алыста болса қауіпсіздеу жолды нұсқап, Анд тауының тікелей үстімен емес, таудың бойын жағалай ұшып, одан әрі жолды қиып алуды ұсынады. Осы ұсынысты қабыл алған әлгі ұшақ басқарушылары әуеге көтеріледі. Әуеге көтерілген соң көп уақыт өтпей-ақ ұшақ жұлқи тартып дірілдеуі де күшейе түседі. Ал салонның іші қорқыныштан у-шуға толып кетеді. Бірақ ұшқыштар еш саса қоймайды. Себебі жер алыс, ал ұшақ ұшып келеді. Осы уақытта ұшқыштарға бағынбаған ұшақ төменге қарай құлдилап, тау баурайына жер бауырлап ұша бастайды. Тіпті ұшақтың терезесінен Анд тауының қарлы қыраттары да көзге шалынады. Бір уақытта ұшақтың артқы бөлігі мен қанаттары жолай соқтығыса бөлініп қалады да, сол маңға жақын отырған адамдар ажал құшады. Ал арты және қанаты жоқ, жартылай ашық күйде қақ бөлінген ұшақ екпіндей сырғанай ұшып, жолай қирау үстінде тұмсығы келіп, қалың қарға тіреліп, одан әрі жартасқа соғылғанда тағы да біраз адам сол жерде жан тапсырады. Бір уақытта апат орны бір сәтке тынышталып, іште аман қалған жолаушылар түрлі деңгейде жарақат алса да, аман қалғандарына шүкір етіп, ұшақтан сыртқа шығады. Ұшқыштар қанша жерден Анд тауын айналып өтеміз дегенімен, жолдан жаңылысып, Анд тауының Аргентина аумағында соқтығысқан болып шығады. Мүлдем байланыс жоқ. Жоғалған ұшақты үкімет тарапы қанша жерден күн-түн демей іздегенімен еш нәтиже шықпайды. Ал ұшақтағылар соңғы тілім нан қалғанша шоколад қалдығын, тіпті соңғы алкоголь тамшысына дейін талғау жау етіп, қолда бар азық түлікті де көп замай тауысады. Судан қиналмағанымен азық түлік болмай әбден ашығады. Тіпті біраз адам аштық пен суықтан мерт болады. Айналаны барлап қарамақ болған адамдарды да қар көшкіні басып қалып, тағы да біраз адам қырылады. Олардың енді самолеттің фюзеляжында ғана қалулары неғұрлым қауіпсіздеу көрінеді. Олар осылайша самолеттің фюзеляжын қолда бар құралдарымен жан-жағын тығындап, өздеріне неғұрлым жылы болатын пана жасауға тырысады. Қарындасы мен анасын ертіп шыққан Нандо есімді спортшы
екі бірдей ең жақын жандарынан көз алдында айырылып, анасы мен қарындасының денесін аулаққа апарып қарға көмеді. Суық пен аштық әбден қажытқан олар 10-шы күн дегенде бір шешімге келеді. Ұшақ маңында өлген жолаушыларды жеуден басқа амалдар таусылады. Небәрі 20 шақты аман қалған адамдарда енді бұдан өзге амалда жоқ еді. Басында біраз адам қарсы болғанымен барлығы осы шешімге келіп, бірақ тірі қалған адамдардың өлген туыстарын емес, тірі қалғандарға еш қатысы жоқ, бөтен деп санаған марқұм жолаушылардың етін жеуден бастайды. Осылайша бөтен адамдардың да еті таусылып, енді тірі қалған адамдардың жақын деген өлген туыстарының да етін жей бастайды. Одан әрі барлығы да тірі қалуларына үміттері де азая бастайды. Осы кезде әлгі анасы мен қарындасын ертіп шыққан Нандо есімді спортшы жігіт жанына ең мықты деген жігіттерді ертіп, сөмкелеріне адам етінен толтырып алып, алдыларындағы қарлы, боранды, адам аяғы баспаған таудың шыңдарынан өтпекке бекінеді. Осылайша жанындағы адамдары да жолай мерт болып, тек екі адам ғана қиындықты артқа тастап, апталап жүріп, әбден қажығанда барып, таудың басынан етекке де жетеді. Олар түскен маң Чили аумағы болып шығады. Ал олар апатқа ұшыраған аумақ Аргентина аумағы болатын. Жолай тірі қалып, тау етегіне жеткен Нандо мен Роберто есімді жігіттер осылайша ағысы қатты толқынды өзеннің арғы жағында мал баққан бақташыны кездестіріп, соңғы күштерін сарқып, өзеннің арғы бетінен айғайға басып жатып, оған әрең дегенде түсіндіріп, одан әрі шекарашылармен жолығып, жылынып, тамақтанып, өздеріне өздері келген соң шекарашылардың тікұшағымен апат орын алмақты бағыт алып ұшып, өзге тірі қалған 14 адамды құтқарып қалады. Осылайша бір қызығы, әлгі тірі қалған адамдар осы күнге дейін жолаушылардың етін жегеніне еш қымсынбайтындықтарын білдірген екен. Себебі олар біздің орнымызда кім болса да солай жасар еді деген жауаптары да дайын болатын. Бірақ баспасөзде шу болмасын деп билік бұл оқиғаны жылы жауып, адам етін жегендерін біраз уақыт құпияда ұстаса керек. Бірақ бәрібір шындық жерде қалмай жарыққа шығып, сіз бен біздің құлағымызға айтарлықтай оқиға болып жетті емес пе? Құрметті Неге каналын тамашалаушылар, тыңдаушылар, сіздердің назарларыңызға ұсынылған бүгінгі оқиға ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, ең бастысы подписаться етуді ұмытпайды деген сенімдемін.